Бүгін дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні. Экологиялық мәселеге назар аударуды мақсат еткен бұл атаулы датада Қордайдағы қоқыс мәселесіне мән бердік. Аймақтағы әріптестің бейнематериалы. Тұрмыстық қалдық, мекемелердегі мезгілі өткен тауар, пластиктер мен ұсақ металдар. Мұның бәрін біз қоқыстың қатарына жатқызамыз. Бүгінде бұл аталғандарды Қордайда арнайы ұйым жинап әкетеді. Сөйтеді де рұқсат етілген айналасы қоршалған аумаққа апарып төгеді. Бәрі заңды, бірақ сол заңды мекеменің қызметін пайдаланбайтындар көп. Біз осы қаңтардың 5-нен бастап жұмыс істеп келеміз. Осы Қордай бойынша 1000 тұрғындармен келісім шартпен жұмыс істеп келе жатырмыз. Компанияда өзімізде 12 қызметкер бар. Техникамыздан 3 техникамыз бар. Біз Қордай ауданының тұрғындарына айтарым, бір емес 3 компания жұмыс істеп жатыр. Қазір ауданды қоқыстан тазарту үшін бір емес 3 компания қызмет көрсетеді. Жеке сектордан бастап мемлекеттік мекемелерге дейін келісім шартқа отырған олар мән берер мәселенің барын жасырмады. Сөздеріне сенсек, азаматтар әлі де қоқысын Қордай сыртындағы белгіленбеген орындарға тастай салатын көрінеді. Салдарынан таза аумақ үйіндіге айналады. Ал мұндайдың алдын алу үшін аталған мекемелердің көмегіне жүгіну қажет. Қордай ауданында тұрмыстық қатты қалдықтарды шығарумен айналысатын 3 компания бар. Солардың бірі Әмірхан ТО. Бүгінде компания 1000-ға жуық тұрғын үй мен мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсетеді. Ал шығарылған қоқыс аудан сыртындағы арнайы құжаты бар орынға тасталынады. Аталған компаниядан бөлек Жасыл Қордайдың жұмысымен де таныстық. 2017 жылдан бері аймақтағы тұрмыстық қатты қалдықты шығару саласында жұмыс істеп жүрген мекемеде 2 арнайы техника, 8 маман бар екен. Бұл компанияның 3-4 жыл бұрын ішкі аумақтардағы контейнерлерді тегін тазалағаны тағы бар. Ал қазір кәсіпорын аудан әкімдігімен бірлесіп рейдтік іс-шараларға қатысады. Қоса кетейік, тексеріс барысында ескертуді елемеген тұрғындарға 86.500 теңге көлемінде айыппұл да салынады. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.